Солай, бауырластар, біз елшілердің істері кітабын ары қарай жалғастырып жатырмыз. Бұл кітаптың авторы Луқа, ол Луқа жазған хабарды жазған, және осы Исаның жерге келіп қызмет етіп көкке көтеріліп кеткеннен кейін ол өзінің киелі рухы арқылы қызметті ары қарай қалай жасап жатқандығын көрсетеді. Исаның соңынан ерген алғашқы шәкірттер, алғашқы сенушілердің көбісі ұлт жағынан яһудилер болатын. Исаның 12 шәкірті яһуди болды, алғашқы шәкірттері еврей болды. Тек қана бірең-сараң кісілер өзге ұлттық болды. Жохан жазған хабар 4-ші тарауда самариялық әйел және оған қосымша басқа да соның қаласында тұратын самариялықтардың сенгенін айтады. Сол сияқты бір-екі кісіні Исаға сенгендігін айтады. Бірақ көбінесе Исаға сенген кісілер самариялықтар емес етін, яһудилер болатын. Сонымен бүгінгі мәтінге келген кезде, осы 8-ші тарауға келген кезде өткенде қарастырдық. Бұны Филипп деген ізгі хабар таратушы сол кезде қудалау болған кезде адамдар Иерусалимнен Яһудея аймағына қашады, одан кейін Самария аймағына қашқанын көреміз. Жаңағы Саул деген кісі сенушілерді қудалады, Стефанды өлтірді. Содан кейін осы өзге ұлттықтар самариялықтардың Исаны қабылдағанын көреміз. Осы Филипп ізгі хабар айтушы арқасында. Бүгінгі мәтінді оқитын болған кезде біз киелі рухтың өзге ұлттарға келуін көреміз. Осыны біз дұрыс түсінетін болсақ, көптеген жалған ілімнен бізді сақтайды. Сізді де көптеген шатасудан сақтайды, кейін өзгелерге де соны дұрыс жеткізе аласызды деп сенем. Келіңіздер бірге оқиық. Иерусалимдегі елшілер Самарияның халқы Құдайдың ізгі хабарын қабыл алды дегенді естігенде, оларға Петр мен Жоханды жіберді. Екеуі келген соң киелі рухты қабылдасын деп, солар үшін сыйынып мінәжат етті. Себебі киелі рух әлі олардың ешқайсысына қонбаған еді. Олар тек иеміз Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткен болатын. Екі елші олардың үстеріне қолдарын қойғанда самариялық сенушілер де киелі рухты қабылдады. Шимон елшілердің алақан тигізу арқылы адамдарға киелі рух берілгенін байқағанда оларға ақша ұсынып, маған да осындай билік беріңдерші, үстіне қолымды қойған әркім киелі рухты қабылдап жүрсін деді. Петр оған былай деп жауап берді: Құдайдың беретін дарынын ақшаға сатып аламын дегенің үшін ақшаң өзіңмен бірге құрысын. Осы қызметті атқаруға сенің қақың жоқ, себебі Құдайдың алдында жүрегің таза емес. Сондықтан осы жаман қылығыңа өкініп, Құдай иеге сыйынып жалбарын. Мүмкін ол жүрегіңдегі қара ниетіңді кешірер. Жаман қызғаныш пен әділетсіздікпен шырмалғандығыңды байқап тұрмын. Ал Шимон олардан: айтқандарыңның бірі де басыма келмесін деп, сендер мен үшін Құдай иеге жалына көріңдерші деп өтінді. Екі елші халық алдында иеміз туралы ізгі хабарға куәлік келтіріп, уағызын аяқтағаннан кейін Иерусалимге қайта оралып, жол жөнекей ізгі хабарды Самарияның көптеген ауылдарында уағыздай жүрді дейді. Аумин. Енді біз осы қарайтын болсақ, киелі рухтың өзге ұлттарға келуін көреміз. Осы жақта алғашқы 14-17 аяттарда көреміз. Құдай өз жұмысын растайды, өзге ұлттардың арасында растайды. 14 аятта оқысақ, дейді, Иерусалимдегі елшілер дейді. Сол кезде естеріңізде болса, мынау 8-ші тараудың басында қудалау болғанда, Стефанды таспен ұрды, оны адамдар жерледі. Бірақ елшілер Яһудеяда, жаңағы Иерусалимде қалды. 8-ші тараудың 1-ші аятта айтады:
Елшілерден басқалардың бәрі Яхудея мен Самария аймақтарына бытырап кетті дейді. Сол. Осыдан жаңағы кезінде айтқан едік, жігер алуымыз керек. Жаңағындай қарапайым адамдар арқылы ізгі хабар таралды, бір атақты елші болудың қажеті жоқ ізгі хабар айту үшін. Енді 14-ші аяттағы сол елшілер, жаңағы Самария халқының астанасы Самария деген қалада ізгі хабардың көптеген адамдардың қабылдағанын естіді. Олардың жаңағындай түсініктері кішігірім шектеулі болды. Сол себепті олар жаңа тек қана яхудилер, тек қана Иерусалим дегендей болды. Сол себептен олар шықпай жатты да басқа жақтарға. Бұл осы адами тұрғыдан бір кездейсоқ сияқты бұл көрінетін жайт, бірақ ол Құдайдың өзінің жұмысы, Құдайдың жұмысы. Оларға осы қудалау жіберу арқылы Яхудея мен Самария жерлеріне де баруына мүмкіншілік берді. Осы Филипп деген кісінің ізгі хабары арқылы көптеген адамдар Исаға сенді. Сондықтан мына жақта елшілер естігендіктен енді оларға Петр мен Жоханды жіберіп отыр. Осы алғашқы жаңағы тарауларда есімізде болатын болса, негізгі рөлді атқарып жүрген Петр негізгі кейіпкер ретінде, осы биографиялық тұрғыдан, осы тіпті Яхудея мен Самария ішінде де осы Петр жиі аталып отырады. Келесі тарауларды оқысақ та Петр жұмыс істейді. Құдай Петрді қолданып, ізгі хабар сол арқылы таралады. Бірақ басқа сенушілер арқылы да ізгі хабар таралып отырады. Кейін 13-ші тараудан ары қарай Құдай жаңағы сол кездегі жердің шеті, Рим империясының шетіне шейін ізгі хабарды жету үшін Паулды қолданады. Бұл Петр деп жатқанымыз, Исаның шәкірті, Жохан екеуі алғашқы сол Исаның 12 шәкіртінің бірі болатын. Елшілер, грекше апостол, жіберілгендер деп аталады. Сол кезде қарайтын болсақ, олардың құтқарылғандығын, осы Құдайдың олардың арасында жұмыс істеп жүргенін растау үшін мынау Петр мен Жохан келіп жатыр. Ары қарай оқитын болсақ, 15-ші аятта айтады, екеуі келген соң келі рухты қабылдасын деп солар үшін сыйынып мінәжат етті. Осы жақта жаңағы адамдардың тәубе етуі, Исаны қабылдауы мен келі рухтың келуінің арасында біраз уақыт өткендігін көріп отырмыз. Тіпті мынау елшілердің өздері Исаның қасында 3 жыл болған кезде, 3 жылдың бір уақытында олар Исаны құтқарушы ретінде қабылдап Исаға сенеді. Сол Яхудадан басқа көбісі сенеді. Бірақ тек қана Иса өліп айқыш-айқышқа шегеленгеннен кейінгі 50-ші күні, осы елшілердің істеріндегі 2-ші тарауда алғашқы өнім мейрамы деп жатқан, сол құтқарылу мейрамынан кейінгі 50-ші күні ғана олар келі рухты қабылдайды. Және сол елшілерден басқа да сол жерде болған жалпы 120 сенуші келі рухты қабылдайды. Сондықтан құтқарылулары мен келі рухты қабылдауының арасында уақыт өткендігін көреміз. Және олардың келі рухты қабылдаған кезде сыртқа көрінісі, өзге тілдерде сөйлеу болатын. Өзге тіл деп отқанымыз шет тілі. Дәл сол сияқты енді құтқарылудың өзге ұлттарға жеткендігін растау үшін, сыртқа дәлел ретінде көріну үшін олардың құтқарылғаны мен келі рухты қабылдағанның арасында уақыт бар. Қосымша сол олар келі рухты қабылдағанын растау үшін елшілердің өздері келіп жатыр. Соны растап жатыр. Кейін олардың сол келі рухты қабылдағаннан кейін де сыртқы көрінісі
байқалады, иә. Сол айтады, екеу келген соң, мынау 15-ші аятта, киелі рухты қабылдасын деп, солар үшін сыйынып мінәжат етті. Ә, сол жаңағы Луқа 11-ші тарау 13-ші аятта Иса айтқан еді, иә. Ә, көктегі әкенің өзінен сұрағандарға киелі рухын сыйлайтыны ешбір шүмәнсіз дейді. Сол болашақта Құдай өзі әрбір сенушіге киелі рухын сыйлайтындығын айтқан еді. Көне өсиетте киелі рух тек қана бас діни қызметкерлерге, пайғамбарларға және патшаларға қонып, солардың қызметін атқаруға Құдай беретін. Солардың қызметін жүзеге асыруға күш беру үшін. Ал мынау 50-ші күні 2-ші тарауда, иә, жаңағы көне өсиеттен пайғамбарлық сөзді Петр айтып, иә, мына жерде пайғамбарлық сөз орындалып жатыр. Жаңағы әрбір адамдарға Құдай өзінің рухын беремін деген сөз жүзеге асты дейді, иә. Сол. Енді сол 2-ші елшілердің істері 2-ші тарауды қарайтын болсақ, иә, айтады. Жойыл пайғамбар арқылы пайғамбарлық сөз айтылды дейді. 2-ші тарау 16-ші аят. Иә, осы заманның аяғында мен өз рухымды бүкіл адамзаттың үстіне құямын, дейді Құдай. Ұл қыздарың пайғамбарлық сөз айтады, жас жігіттерің аян, қарттарың түс көреді дейді. Осы пайғамбарлық сөз айту, аян көру осы елшілердің істерінде жүзеге асып жатты, иә. Киелі рухтың келуі де асып жатты. Сол күндері мен тіпті құл күңдерімнің үстіне киелі рухымды төгемін. Сонда ол тек қана патша, пайғамбар, бас діни қызметкерге емес, бірақ басқа да адамдарға киелі рухын беретіндігін айтады. Сонда олар пайғамбарлық сөз айтады дейді, иә. Оны біз көрдік, тағы да көре жатамыз осы елшілердің кітабының аяғына дейін. Сол. Мынау пайғамбарлықтың бірінші жартысы. Енді пайғамбарлықтың екінші жартысы, иә, мен аспанның биігінде кереметтер жасаймын, әрі төменде жер бетінде ғажап істер істеймін. Қан, от және бұрқыраған түтін пайда болады дейді. Жаңағы кереметтер осы елшілер арқылы жүзеге асып жатты, және басқа да сенушілер арқылы осы елшілердің істерінде жүзеге асып жатты, бірақ әлі аспанда әдеттен тыс керемет нәрсе болған жоқ. Ол ақыр заман да нақты Исаның екінші келуіне қатысты болған кезде сол нәрсе жүзеге асады. Жаратқан иенің ұлы да салтанатты соты күні келердің алдында күн қара түнек, ай қан қызыл болады дейді. Иә, ол нақты сот алдында болатын кезеңді айтып жатыр. Енді өзге адамдар осы самариялықтың киелі рухты қабылдағаны, олардың құтқарылғанын күмән келтірмеу үшін елшілердің өздері не істеді? Олар үшін сыйынып мінәжат етті және олардың іс-әрекетін растап отыр. Сол. Сондықтан тағы да бір нәрсе қарайтын болсақ, бұл жаңағы екі елшінің бір сиқырлық іс-әрекеті арқылы емес, иә, бірақ олардың елшілер ретінде және Құдайдан өтіну арқылы Құдайдың жауап беріп, осы сенушілерге киелі рухты беруі, өзге ұлттардың арасындағы сенушілерге киелі рухын беруін көрсетіп жатыр. Осы арқылы Құдай өзінің жұмысын растап жатыр. Мына 16-ші аятта түсіндіреді, иә. Себебі киелі рух әлі олардың ешқайсысына қонбаған еді. Олар тек иеміз Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткен болатын. Біз әлі сондай Исаға сенген, Исаны қабылдаған, бірақ әлі киелі рухты қабылдамаған адамдарды тағы да болашақта көреміз. Осы елшілердің істерін аяғына шейін оқысақ. Сол кездегі біздің бағанағы кестеде көрсеттік, иә, Иерусалим, Яхудея, Самария, кейін жердің шетіне дейін. Сол Иерусалимнен шығып, Яхудеядан шығып, Самарияға жеткен кезде елшілер растау керек болды олардың
құтқарылғандығын және киелі рухты қабылдағандығын исаның айтқан, иә, бірінші тарау 8-ші аятындағы сол жерлерде маған куәгер боласыңдар дегені жүзеге асып жатыр, және елшілер соны растап жатыр, иә, рас екендігін. Сол. И дәл осындай жағдай, иә, кейін 10-шы тарау 44-ші аятты оқитын болсақ, Петр осы сөздерді әлі айтып тұрған кезде ізгі хабарды тыңдап тұрғандардың бәріне киелі рух қонды. Иә, бұл енді тағы да өзге ұлттықтар, бағана самариялықтардан емес, бірақ еврейлер емес, өзге ұлттықтар, иә, соларға киелі рух қонды деп айтып жатыр. Кейін ары қарай 11-ші тарау 15-ші аятта оқитын болсақ, Петр өзінің осы өзге ұлттарға қызмет еткен кезде олардың киелі рухты қабылдағанын растап дәлелдеп жатыр да. Былай дейді, 11-ші тарау 13-ші аят. Ол жаңа интернеттен шығар, кешірім сұраймын, енді естіліп жатыр ма екен? Ендіші, енді естілсе. Жақсы. Енді мынау елшілердің істері 11-ші тарау 13-ші аятта оқитын болсақ, ол жақта Петр өзінің өзге ұлттар арасындағы қызметін түсіндіріп жатыр. Ол бізге өзінің үйінде отырғанда періштенің аян беріп, біреулерді Иоппеге жіберіп, Шимон Петр дегенді шақырт дейді. Ол саған ізгі хабарды айтады, сол арқылы өзіңде бүкіл үй ішіңде құтқарыласыңдар дегенін әңгімелеп берді. Мен оларға сөйлей бастағанда тура о баста бізге қонғандай олардың үстіне де киелі рух қонды дейді. Сонда иеміздің мына сөзі есіме түсті. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар деген. Сол. Сондықтан мынау Петр осыны Құдайды танымайтын басқа біреулерге түсіндіріп жатқан жоқ. Осыны ол сенушілерге түсіндіріп жатыр. Өзге ұлттардың сеніп жатқандығын түсіндіру үшін еврейлерге түсіндіріп жатыр. Сол. Әлі де осы олардың ойындағы шектеулер бар екендігін көреміз, иә. Келесі тарауларды қарастырған кезде. Сол, мына 8-ші тарау 16-шы аятқа оралған кезде, сөйтіп олар тек шомылу рәсімі өткен болатын, бірақ киелі рухты қабылдамаған болатын дейді, иә. Бірақ 17-ші аятты ары қарай оқысақ айтады. Киелі рух екі елші олардың үстеріне қолдарын қойғанда самариялық сенушілер де киелі рухты қабылдады. Иә, олар иеміз Иса Мәсіхтің атына сай сыйынды дейді. Солар киелі рухты қабылдады. Кейін бұл нәрсе жаңа өсиеттен шыққан нәрсе емес, ол нәрсе бұрыннан да болатын, иә. Осы руларды санау 27-ші тарау 18-ші аяттан 23-ші аятта Мұса Иешуаның қолдарын қойып, оған батасын беріп, иә, өзінің қызметін оған тапсырғандай қолын қою деген көне өсиеттен келе жатқан нәрсе. Ол бата беру үшін, иә, адамды сауықтыру үшін, сол белгілі бір қызметке тағайындау үшін. Осы жақта енді иә, самариялықтарға басына қол қойып сыйынып жатыр, олар киелі рухты қабылдады. Елшілердің істері 6-да мынау 7 қызметшіні
тағайындаған кезде де олардың бастарына қолдарын қойып, бастарына сыйынды, иә, сол қызметке тағайындады. Сол. И осы жерде де көріп жатқанымыз өзге ұлттықтардың мен еврейлердің арасындағы айырмашылық, рухани жағынан айырмашылық жойылып жатыр. Иә, енді олар да Құдайдың патшалығына кіріп жатыр. Сол. Әлі күнге дейін еврейлер мен қауым арасындағы айырмашылық болады. Ол нәрсе, иә, неге деген кезде, өйткені Құдай көне өсиетте Израиль халқына берген уәделерін сөзбе сөз толықтай орындайды. Ол жерге қатысты, Дәуіттің патшалығына қатысты, иә, ол нәрсені Иса қайтып келгенде толықтай орындайды. Оларға жерді уәде етті, сол Дәуіттің ұрпағы билік ететін уәде етті. Сол нәрсе сөзбе сөз орындалу керек. Сол себептен қауым мен Израильдің сол жағынан айырмашылығы бар да. Бірақ біздің құтқарылуымыз, олар да Құдайдың рахымы арқылы құтқарылады, біз де Құдайдың рахымы арқылы құтқарыламыз, иә, өзге ұлттық сенушілер. Сонымен осы жерде көріп жатырмыз, иә, Құдайдың уәде еткені орындалып жатты, және жаңа елшілер арқылы киелі рух оларға қонғанын растады. Сол. Енді ары қарай оқысақ, 18-ші 19-ші аяттарда Құдай қате ниетті ашады, немесе қате ниетті әшкерлейді, иә, көрсетеді. Сол. Жаңағы мына жерде Шимон деген кісі осы Самария елінің, Самария деген қаласы астанасында өмір сүрген, оған дейін ол сиқырлықпен айналысқан кісі етін, Филипп ізгі хабар айтқан кезде ол да сенеді. Осыған дейінгі мәтіндерді, аяттарды оқыған кезде сол жайлы айтады, кезінде қарастырдық. Сол. Енді сол Шимон бұрынғы әдетіне салып, иә, бір сиқырлық күшке ие болғысы келеді. Сол. Осы жақта айтады, елшілердің алақан тигізу арқылы адамдарға киелі рух берілгенін байқағанда, оларға ақша ұсынып, осындай нәрсені маған да беріңдер деп айтып жатыр. Сол. Жаңағы сол нәрседен біз сақ болуымыз керек, бұрынғы күнәһар әдеттеріміз болады, сол күнәһар әдеттерімізге кейбір кезде беріліп кетеміз. Сол. Мына жақта соның арам ниетін, дұрыс емес ниетін, иә, қате мотивация дейді, соны ашып көрсетеді осы мәтінде. Ол айтады, иә, маған да осындай билік беріңдерші, үстіне қолымды қойған әркім киелі рухты қабылдап жүрсін деді дейді. Сол. Осы жақта жаңағы ақша ұсынғандығын көреміз да. Бірақ Иса кезінде айтқан, иә, Матай 10:8-де тегін алдыңдар, тегін беріңдер. Иә, ол нәрсе құтқарылуға қатысты ізгі хабарды айтқан кезде ақша сұрамаңдар дегендей. Сол. Кейін елшілердің істері 3:6-да Петр айтады, менде ақша жоқ, алтын жоқ, бірақ менде бар нәрсені саған берейін дейді да, жаңағы кісіні сауықтырып жібереді. Ақшаны сұрамайды. Мына жерде де ақшаны сұрап жатқан жоқ. Бірақ жаңағындай жиі киелі кітапта, көне өсиет болсын, жаңа өсиет болсын, жалған ілімді үйретушілер ниеті дұрыс болмайды, қате, ілімі дұрыс болмайды, тағы да ниеті ақша үшін болады. Жаңа Тимотейдің 1 хаты 6 тарау 5 аятында Паул ескертеді, соңғы заманда адамдардың қандай болатындығын айтады. Ақыл естері уланған, шындықты білуден ада болған, адамдардың арасындағы үздіксіз ұрыс керіске себепші болады. Ондайлар Құдайға ұнамдылықты, байлыққа қол жеткізудің жолы деп санайды дейді. Сол жалған ілімді уағыздаушылардың бір қалауы ол байлық, ақша, иә. Сол. Сондықтан Петрдің 2 хаты 2 тарау 15 аятында балағам сияқты ақша үшін қызмет ететін жалған мұғалімдер, жалған ілімді үйретушілер жайлы Петр де ескертіп кетеді. Осы жақта да Құдай осы Шимонның қате ниетін ашып көрсетіп жатыр, иә. Киелі рухты алып, ол оған бір
контроль жасағысы келеді, билігін жүргізгісі келіп жатыр. Сол кезінде ол да сыйқыр іс-әрекеттер істеген кезде оны басқалар құрметтеп жүрді. Иә, сол жайлы оқыған едік. Бірақ Құдай сол нәрселерді әшкерлеп, оның қате ниетін көрсетеді. Кейін ары қарай оқысақ, жаңағы 20-шы аяттан 25-ші аятқа шейін, иә. 25-ші аятқа шейін. Осы жақта Құдай бұзылған жүректі тәубеге шақырады, иә. Жаңағындай қате ниеті бар жүректі тәубеге шақырады. Осы жақта айтады, Петр оған жауап береді, иә. Петр оған былай деп жауап берді: Құдайдың беретін дарынын ақшаға сатып аламын дегенің үшін ақшаң өзіңмен бірге құрысын, дейді, иә. Сондықтан Петр мына жақта ілімге қатысты және жалған түсінікке қатысты дереу жауап береді, иә. Бұл жерде жаңағы мынау Шимон деген кісі Петрге мысалға жекесіне өтіп жатқан жоқ. Ол жаңағындай ілімге қатысты нәрсе болғандықтан Петр жауап береді, иә. Егер ол Петрдің өзіне тиіскен кезде Петр кешірімділікпен қарап жауап беретін еді, Иса сияқты. Бірақ мына жақтағы ілімге қатысты болғандықтан Петр қате түсінікті дұрыстау керек. Сол себептен ол дәл сол кезде дұрыстап оның қатесін әшкерлеп жатыр. Мына жақта Құдайдың беретін дарыны, дарын деп жатқан, дарын деп аударылған, қазақша аударылған сөз, артындағы тұрған сөз ол сыйлық, иә. Дарын деп жатқанда сол мағынада сый ретінде Құдайдан келген нәрсе екенін түсіну керек. Ол нәрсені Құдай ақша үшін бермейді, ақша арқылы бермейді, иә. Ана көне өсиетте Құдай айтады ғой, сендер маған жаңағыдай ақша берем дейсіңдер, бір нәрсе малды құрбандыққа бергілерің келеді арам ниетпен. Бірақ мынау әлемдегі барлық нәрселер менікі емес пе, иә. Сол сияқты Құдайдан жаңағындай бір нәрсені сатып алу деген нәрсе дұрыс емес. Киелі кітапта жиі жаңағындай киелі рухтың немесе құтқарылудың ол сый арқылы келетіндігін айтылады, иә. Осы елшілердің істерінде де 2-ші тарау 38-ші аятында да айтылады. Петр түсіндіреді. Әрқайсының күнәларыңның кешірілуі үшін кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мәсіхтің атымен шомылдыру рәсіміне өтіңдер. Сонда сендер Құдайдың сыйын, иә, оның киелі рухын қабылдайсыңдар, дейді. Сол кезде бұл нәрсе киелі рухты сый екендігін айтады. Адам өз бір кереметі, ақшасы, тағы басқа нәрсе арқылы сатып алатындығын айтпайды. Бағана оқыған елшілердің істері 10-45-те ол жақта да киелі рухтың сый екендігін айтады. Кейін елшілердің істері 11-ші тарау 17-ші тарауда да киелі рухтың яһудилерге де берілген сыйы екендігін айтады. Ол Құдайдың жұмысы. Сол себептен Петр осы жақта оны әшкерлеп жатыр, иә. Қате түсінігін түзетіп жатыр. Осы қызметті атқаруға сенің қақың жоқ, себебі Құдайдың алдында жүрегің таза емес. Осы жақта жаңағы сенуші ретінде өмір сүретін болсаң, иә, тек қана сыртқы іс-әрекеттер емес, бірақ жүректің таза болғандығы маңызды екендігін Петр айтып жатыр осы жақташы. Ал андай кейбір кезде адамдар паршылдық көзқараспен киелі кітапқа келеді, сыртқы нәрселерін істейді, бірақ жүректе дұрыс түсінік жоқ, ниеті дұрыс емес, жүрегі таза емес, иә. Ол адам қызметке лайықты емес, ол адам
ары қарай мәсіхшілік өмірі де, егер ол қызметшілікке ұмтылмаса да, мәсіхшілік өмірі дұрыс болмайды. Рухани өсу болмайды. Өйткені ниеті қандай? Ниеті Құдайды пайдаланып, жаңағы анау Алладиннің джині қолданады ғой, жаңағындай ыдысты сипалайсың, джин шығады, сен өзіңнің қалауыңды айтасың. Иә, сол сияқты арам ниетті, қате ниетті адам Құдайды да сөйтіп пайдаланғысы келеді. Иә, келі кітапқа сай, ізгі хабарға сай, керісінше Құдайдың Құдай екендігін, оның патша екендігін мойындап, оған басы ию. Иә, и оған таза ниетпен, таза жүрекпен қызмет етуге шақырады. Ол тек қана бір-екі адам емес, барлық сенушілер сондай бағышталып өмір сүру керек. И кейбір кісілер оны дұрыс түсінбейді, иә, жаңағындай, әсіресе сенбеушілер. Құдайдың жаңағындай заңы болса, сендер белгілі бір іс-әрекетті істеу керексіңдер, жаңағындай бір жерде жуып жүру керексіңдер, белгілі уақытта белгілі жаңағындай сыйыну керексіңдер, сонымен болды, иә. Ақша беру керек, немесе тағы бір іс-әрекеттерді істейсің, болды. Бірақ олар жүректің тазалығын дұрыс түсінбейді. И осы жақта Петр соны әшкерелеп жатыр. И 22-ші аятта айтады, иә. Сондықтан осы жаман қылығыңа өкініп, Құдай иеге сыйынып, жалбарын. Мүмкін ол жүрегіңдегі қара ниетіңді кешірер. Иә. Осы жерден тағы біз көретініміз, жаңағы Шимон сөзбен айтты ғой, иә. Мен сендерге ақша берем, маған сол сыйды, мүмкіншілікті сатыңдар дегендей. Бірақ Петр ол сыртындағы іс-әрекет емес, бірақ жүрегіне назар аударып жатыр. Иә, Иса да айтады, иә, адам жүрегіндегі қазынасынан сыртына шығарады. Иә, жүрегінде не болса, сол шығады. Жаңағы кесені немен толтырсаң, кесені шайқасаң, сол шығады. Иә, ыстық шай болса, ыстық шай шығады. Немесе кофе құйып қойсаңыз, кофе шығады, шайқап жіберсең, қағып жіберсең. Сол сияқты біздің жүрегімізден де шығатын нәрсе, жүрегімізде бар нәрсе. И сондықтан біз жаңағыдай ізгі хабар айтқан кезде, немесе қызметшілер ретінде уағыздаған кезде де адамның жүрегінің ниетіне назар аударуымыз керек. Әйтпесе біз парызшылдарды, кішігірім парызшылдарды туындаймыз. Иә, егер біз тек қана сырт нәрсені айтатын болсақ, иә, андай дұрыс киініп жүріңіздер, етектеріңіз жаңағыдай тобығыңыз көрінбесін деп сөйтіп кішігірім парызшылдық заңдар жасап қойсақ, ол адам көктен туылмауы мүмкін, бірақ ана құтқарылу үшін амалдар істеп, сырты бүтін, іші түтін болып жүреді. Ал бірақ жаңағыдай ізгі хабар адамның жүрегіне әсер ету керек, иә. Сол, и сондықтан жиі Иса да адамның жаңағындай ой ниетін әшкерлейді, иә. Жаңағындай неке адалдығын бұзу тек қана физикалық түрде бұзу емес, бірақ адам ойымен ойлап қалғанның өзінде сол нәрсе неке адалдығын бұзу екендігін айтады. Дәл сол сияқты осы жақта да Петр адамның жүрегіндегі ниетін әшкерелеп жатыр, иә. Соған өкініп тәубе ет дейді. Сол. И сол сияқты бізде сенуші ретінде өкініп тәубе етуіміз керек. Егер ниетіміз дұрыс болмаса, келі кітаптан оқыған кезде біздің іс-әрекетімізді, ойымызды әшкерлейтін нәрсені оқысақ, тәубе етуіміз керек. Сол. Мына жақта Шимон келі рухты жаңағындай Исаны қабылдады дейді осыған дейін, бірақ осы жақтағы қателесіп отқан, күнә жасап отқан сенуші, сол сенушіні әшкерлеп жатыр. Сол. Кейін ары қарай оқитын болсақ, 23-ші аятында, иә, жаман қызғанышпен әділетсіздікпен шырмалғаныңды байқап тұрмын дейді, иә. Петр жаңа Шимонға айтып жатыр. И соның қате түсінігі бар екендігін, және жүрегіндегі қате ниеті, қате ойы бар екендігін Петр айтып жатыр, иә. Сол. И қайтадан, иә,
сыртқы іс-әрекеттер емес, бірақ ол нәрсе жүректегі қате түсініктен, қате ниеттен шығады. Мынау қызғанышқа қатысты айтатын болсақ, иә, ізгі хабар әдетте осы қызғаныш мәселесіне жақсы жауап береді. Неге? Өйткені жаңағындай мысалы қауымның ішінде әртүрлі дарындар бар, әртүрлі қызметтер бар. Оны беріп жатқан кім? Құдай береді. Сондықтан оны біреу екіншісінен қызғана алмайды. Өйткені Құдай өз даналығына сай соны беріп жатыр. Сол себепті мен айта алмаймын, иә, Құдай сен неге маған жеткілікті бермедің дегендей да. Өйткені Құдай мейірімді және Құдай рахымды, Құдай әділетті, Құдай дана. Сондықтан менің жүрегімде қызғаныш болмау керек. Сол себептен мына Шимонның жүрегінде сондай қызғаныш болмау керек. Сол қызғаныш ол біреудің әділетсіз іс-әрекетіне сай айтылады, иә, маған біреу жеткілікті бермеді дегендей. Соны әшкерлеп жатыр, иә. Ал ізгі хабарға сай біз ешкімді қызғана алмаймыз. Біз тек қана тозаққа бару керек адамбыз. Бірақ Құдай бізді тозаққа жібере қоймай, бірақ керісінше мәңгілік өмірді беріп жатыр. Иә. Сол. Андай бір мысал келтіргем, егер сөздің төркінін түсінсеңіздер, екі кісі андай кешігіп пойызға бара жатады, билеттері жоқ, бірақ бір жағдайға сай жаңағы пойыздағы кісі, жұмыс істейтін кісі, оларды, иә, жолсерік жаны ашып кіргізіп, екеуіне орын береді. Екеуі де қуанып, иә, бара алатын жеріне енді бара алады, екеуінің де билеті жоқ. Енді екеуі бір-бірімен ұрыспайды ғой, иә. Сен неге жаңағындай маған қарағанда жақсы жерде отырсың дегенде. Екеуі де қуанып отыр, жаңағындай бара алатын жеріне, бару керек жеріне бара алады. Сол сияқты бізде, иә, тозаққа кетіп бара жатқан адамбыз. Енді біз Құдайдың жұмаққа баратын пойызына заңсыз келген жоқпыз. Дегенмен де біз сол лайықсыз адамдарға Құдай кешірім беріп, сөйтіп билет беріп, аспан патшалығына мүмкіншілік беріп жатыр. Сол себептен біз ондай қызғаныш болмау керек. 24-ші аятта айтады, иә, ал Шимон олардан айтқандарыңның бірі де басыма келмесін деп, сендер мен үшін Құдай иеге жалына көріңдерші дейді, иә. Мына жақта байқайтынымыз, Шимон әлі Құдаймен өмір сүріп үйренбегендіктен басқа біреуге сыйыныңыздаршы деп айтып жатыр, иә. Ал біз жаңағындай мәсіхшілер ретінде түсінеміз. Адам күнә жасаса, өзі Құдайға сыйына алады, иә. Тікелей Иса Мәсіх арқылы Құдайдың тағына біз ауыспалы мағынада, рухани мағынада бара аламыз. Өтінішпен Құдайдан кешірім сұрай аламыз, басқа да мұқтаждығымыз болса сұрай аламыз. Ал мына жақта мынау Шимон әлі кейбір нәрселерді білмегендіктен Петрден сұрап жатыр, иә, елшілерден сұрап жатыр, мен үшін сыйыныңыздар деп. Бірақ оның ниеті дұрыс болғандығын көрінеміз, тәубе етіп жатқандығын, Петрдің әшкерлегені оған әсер етті, киелі рух арқылы оған жұмыс істеп айтты, иә. Естеріңізде болса, Мысырдан шығу кезінде Перғауынды Құдай Мұса арқылы әшкерледі, жаңағыдай 10 рет, неше рет сондай сот жіберіп әшкерледі, бірақ ақырында Перғауынның жүрегі қасарысып қалды. Ал мына жақта Шимонның әшкерлеген кезде, иә, әдеттен тыс бір кереметтер жасалған жоқ, бірақ соның өзінде ол әшкерленіп, Құдайдан мен үшін сыйыныңыздаршы деп сұрап жатыр. Сондықтан оның тәубе еткендігін көреміз, иә. Одан кейін де осы Шимон жайлы жаман нәрсе айтылмайды. Кейін 25-ші аятта айтады, екі елші халық алдында еміз туралы ізгі хабарға куәлік келтіріп, уағызын аяқтағаннан кейін Иерусалимге қайта оралып, жол жөнекей ізгі хабарды Самарияның көптеген ауылдарында уағыздай жүрді дейді. Солай. Осы жақтан көретініміз, иә, Құдай өзінің жұмысын растады. Жаңа 14-17 аяттарында. Тіпті самариялықтарға өзінің құтқарылуын берді және киелі рухын берді. 18-19 аяттағы
жаңа Шимонның қате ниетін ашып көрсетті. Осы жақта 20-25 аятта оның қате ниетін әшкерлеп тәубеге шақырды. Ол тәубе етті. Сол. Соның арқасында келі рух осы самариялықтарға келді, кейін самариялықтардан тыс өзге ұлттарға да барады. Кейін келі рух 20-20 ғасырда, 21 ғасырда Қазақстанға да жетіп біздің арамызда бар. Бізде Иса Мәсіхке сеніп келі рухқа ие болып жатырмыз. Сол. Тағы қайталайтын соңғы ой, қайталап айтам, елшілердің істерінде адамдардың тәубе етуі мен келі рухты қабылдауының арасында біраз уақыт өткені тарихи алғашқы кезең болғандықтан солай болды. Елшілер бірінші тәубе етті, біраз уақыттан кейін келі рухты қабылдады. Мына самариялықтар тәубе етті, кішкенеден кейін келі рухты қабылдады. Дәл солай басқа ұлттарда да болады. Бірақ енді кейінгі адамдар, бірінші ғасырдан кейінгі адамдар тәубе ету мен келі рухты қабылдау, көктен туылу барлығы бір уақыт болып табылады. Римдіктерге арналған хатта, ефестерге арналған хатта айтады, кімде рух жоқ болса, ол Исаныкідей емес дейді. Сол. Сондықтан мынау кейбір кісілер қосымша келі рухты қабылдау үшін дұға ету керек дегендей ілім айтып жүрсе, ол нәрсе дұрыс емес. Бірақ көктен туылған адамның өмірінде өзгерістер болу керек, келі рухтың жемістері болу керек. Ол нәрсені уақыт көрсетеді. Солай. Жақсы, бауырластар, микрофон енді сіздерде. Сұрақтарыңыз болса, өз бақылауларыңыз болса, бөліссеңіздер болады. Запись жүріп жатыр.